Сәлем достар, баршаңызға менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал видеом ұнап жатса, соңына дейін қарап, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Ал бүгін біз сіздермен небәрі жарты сағатта дайын болатын қуырдақ дайындайтын боламыз. Алдымен қазанымызға майымызды құйып, қыздырып аламыз және үстінен пияз салып, жақсылап қуыратын боламыз. Сәбіз бен пиязымыз әбден қуырылып болғаннан кейін үстінен тағы да сұйық май құятын боламыз. Және де үстінен жалпақтап туралған бауырды саламыз. Бауырдың үстіне әдемілеп турап картошкамызды салатын боламыз. Және 5 минут аралығында қазанымызды арасында араластырып қуырып тұру қажет болады. Және осы кезде тұз бұрышымызды және қалауымызша басқа да дәмдеуіштерді қосатын боламыз. Бес минут уақыт өткеннен кейін қазанның қақпағын жауып, жарты сағатта орташа баяу отта пісіретін боламыз. Сонымен біздің жылдам әрі өте дәмді болып шығатын қуырдағымыз дайын болады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, міндетті түрде пікір қалдырып, лайк баса кетіңіздер. Тіркелмегендеріңіз тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.